Оқушылар, өткен сабақта біз тұтас пішілген алжапқыштың өлшемін алдық. Мынау қандай алжапқыш? Тұтас пішілген алжапқыш. Біз мынау балаларға арналған, мынау үлкендерге арналған тұтас пішілген алжапқыш. Енді осы алжапқышты біз тігу үшін ең бірінші өңделу жолдарын атап шығу керекпіз. Қане кітапқа қарай қойыңыздар. Сіздерде тапсырма берілген. Тұтас пішілген алжапқышты дайындау кезеңдері дұрыс орналастырыңдар. Анарда бірнеше орын алу кезеңдері жазылған. Қане соны қарай қойыңдар, тездетіп тақтаға жазыстыра қойыңызшы. Ең бірінші сіздер алжапқышты өңдеу үшін қандай? Келе ғой. Одан кейінгі тез дайындау үшін келе ғой. Одан кейінгі ылғалмен бірінші істеп аламыз. Матамызды, ылғалды жылумен өңдеу деген үстеп алу деген сөзі келесі келеді. Одан кейін бар пішу. Қайсы? Қалтаны өңдеу, дұрыс айтасыңдар. Одан кейін келе бер, Раушан. Раушан келе бер. Қайсыға білсің? Алжапқышпен белдікпен өңдеу. Одан кейін белдікпен аспап алуды біріктіру. Содан кейін келе қойды, тағы шықпаған. Саядан келе қойды. Инары кет. Аспап алуды, яғни аспап алумен белдіктерді өңдеу. Келе қойды. Инары соның ең соңғысы қандай? Ең соңғысы алжапқыштың екі бөлігін өңдеу. Келе қойды. Сонда біз алжапқышты тігу үшін қандай жұмыстар жасайды екенбіз? Ылғалды жылумен өңдейміз, қайталап жібереміз, пішеміз, қалталарды өңдейміз, аспабаумен белдікті өңдейміз, аспабауды алжапқышпен біріктіреміз, белдікті алжапқышпен біріктіреміз, қалтаны алжапқыштың төменгі бөлігімен біріктіреміз, сосын барып алжапқыштың төменгі бөлігін өңдейді екенбіз. Енді біз жаңа нағыз ең бірінші ылғалды жылуды жасаймыз дедік. Біздің таңдап алған матамыз өткен сабақта қандай болды? Шыт матасы болды. Енді ылғалды жылумен өңдеу дегеніміз бұл матаны өтектеу. Өтектеген уақытта техникалық қауіпсіздік ережесін сақтай отырып, біз өтекті оң қолымызбен оң жағымызда ұстаймыз. Тоқ көзіне қосамыз. Қостық. Бұл өтекте оқушылар үш мөлшекте өлшемден тұрады. Бір дегеніміз өте жіңішке жұқа маталарды өңдеу, екінші шыт, сәтен сияқты орташа қалыңдықтағы маталарды өңдеу, үш дегеніміз драп сияқты қалың маталарды өңдеу. Қазір біз еңбекке қоямыз. Сосын оң жағымызбен тұрып, оң жағымызға өтекті ыңғайлаймыз және матаның теріс жағынан істейміз, жайып өтектейміз. Матаның өтектеген кезде астына қандай жайма жаяды екенбіз. Өтектеп аламыз. Қандай қауіпсіздік ережесін сақтау керек болсын? Өтектеп жатқанда? Оң жағымызда тұру керек. Өйткені бізге өтектің қосылған шнуры кедергі келтірмеу керек бізге. Не үшін ылғалы жылумен өңдеп жатыр? Түзеу болу үшін. Матаның қыртыс жерлерін жазып, пішкен уақытта бізге ыңғайлы тегіс болу үшін біз өңдеп жатырмыз. Енді пішу үшін бізге қандай құралдар керек? Ине, бор, қайшы, тоқ көзінен ажыратамыз. Матамызды енді жаңа біз кешегінде өлшеп жүрген уақытта алжапқыштың қандай өлшемдерін алдық біз? Бел, мықын, кеуде өлшемін алдық. Оларды біз не істедік? Жартылай. Өйткені біз не істейміз қазір? Матамызды теріс жағынан екіге бүктейміз. Сосын мұның үстіне
Өз өлшемімізді Өз өлшемімізбен өлшемді қиылған үлгімізді істейміз, орналастырамыз. Ол үлгіні де біз қалай орналастырамыз? Екі бүктеп орналастырамыз. Оны матаның үстіне орналастырамыз. бормен Бірінші арнайы инелермен түйреп аламыз. Жылжып қозғалып кетпеу үшін. Түйреп аламыз. Бірнеше жерден. Сосын не істейміз? Бормен немесе сабын қалдығымен сызамыз. Яғни жұқартылған сабын қалдығымен сызамыз. Көріп тұр ма бәрімізді де? Бормен үлгімен жиектеп тұрып сызып аламыз. Егер ақ мата болатын болса, біздің борымыз көрінбейді десек, түрлі түсті бор қолдануға болады. Енді біз не сызып жатыр ғой, үлгіні бастырып сызып жатыр. Енді біз үлгіден тігіске қанша сантиметр артық алу керекпіз? 1,5-2 сантиметр тағы да қосымша сызып аламыз. Өйткені біздің ол тігіске қалатын орын. Жарайсыңдар. Үлгімізді сызып алды. Енді қайшымен қиямыз. Енді біз нарадан қалтамыздың да өлшем түсіру керекпіз. Бізде неше қалта? Екі қалта. Екі қалтаны да орналастырып түйрегішпен түйрейміз. Бормен сызамыз. Шарасай қисықпау үшін қайтадан дұрысқа орналастырамыз. Өйткені матаның шамы кесіп алады. Матаның не үшін теріс жағына орналастырамыз? Не үшін теріс жағынан сызып? Себебі біз Ластап тастамау үшін, өйткені біз бормен сызған уақытта ол бордың несі қалады? Ізі қалады. Телевизормен киген кезде көрініп тұрады. Кейбір өлшемден қалған уақытта. Жарайсыңдар. Неліктен біз шыт матаны таңдап алдық алжапқышқа? Өйткені шыт мата тез келмейді, ауа жібереді. Енді артық маталарымызды бір шетке қоямыз. Инелерімізді алып жинаймыз. Үлгіден инелерді алып тастаймыз және сіздерге үлгіні көрсетеміз. Үлгімізді алды, үлгіні салып қойдық, қалтадан аламыз. Енді бұл біздің мейірімнің өлшемімен алынған үлгі. Енді біз не істейміз бұны? Қалтасы, аспа бауын, белдік бауын істейміз, өңдейміз, орналастырамыз. Ол үшін бізге ине жіп керек.